Ассалаумағалейкум. Арнайы сіздерге мынау аэропорттың кіретін платный табличкасын түсіруге келіп жатырмын. Бүгін 14-ті, түнгі 11:30. Өткенде 12-сі күні асығыс видеоны түсірдім. Ол кезде зарядка отырып атты, 2-3% болып памятім толып қалып жатты. Сонымен сәл кейбір адамға түсініксіз болып қалды. 24 сағатқа 200 теңге деп айтқан жерлерім 24 сағатқа 200 теңге емес, сағатына 200 теңгелік ход. Сосын бағанағы 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ход, қазір соның табличкаларын түсіріп сіздерге видеоға салатын боламын. Мына жерге келіп тоқтадық. Олар уже қателесіп кіріп кетейін деп қайттан шығып атқандар. Бірінші ойлаш, таксовать етіп жүрсің, келдің, бұна VIP 10.000 теңге, білмей қалдың, көрмей қалдың, кіріп кеттің. Ойламай қой, опша, ауыр дейет. Опа деп жүресің сосын. Опша, қанша ол? 1, 2, 3, 4, мынау 5-ші, 6-шы. 6-ау екен шлагбаум. Мына. Сағаты 200 теңге, 24 сағат 12 сағат 3000 теңге, 2000 теңге, опша. Бірақ айтып түсіндіретін бутик бар екен мына жерде, оказывается. Бірақ ол жерден сұрағандар ғана барып, тақылдатып сұрасан ғана айтып түсіндіреді екен. Атак осылайынан келіп, кіріп кете береді екенсің. Міне, арнайы сіздерге